Солтүстікке көш бағдарламасымен оңтүстік өңірлерден теріскейге 2017 жылдан бері 50 мыңдай адам қоныс аударған. Бірақ билік өкілдерінің өзі бұл бағдарлама өз нақтамағанын, көш баяу екенін айтады. Көш барғандардың арасында солтүстікке үйрене алмай қайтып келгендер де аз емес. Мен қазір Шымкенттегі Қырғы базары деп аталатын сауда орны маңында жүрмін. Қаладағы қарапайым халықтың көбі осы жерге келіп азық-түлік алады. Осындағы жұрттан көшу бағдарламаларынан хабарыңыз бар ма? Солтүстікке көшу туралы ойландыңыз ба? Көшіп баруға не кедергі? Көшкен таныстарыңыз бар ма деп сұрамақпын. Н толқынында жобасы бұл видеосын халық пікірін білмекке арнап отыр. Солтүстікке көш деген бағдарламаны естігенсіз ба? Естіген, көрсетіп жатыр, көріп жатырмыз, барып жатыр жұрттар. Бұл жақтан оңтүстікке, солтүстікке барып жатыр. Барған дұрыс қой негізінде. Біз қазір енді жас келіп қалдық, барамаймыз енді. Жастар барып сол жерде бағдарлама жұмыс жасап, барлық условия, барлық жағдай жасап жатыр ғой енді жастарға. Соны істеуге болады. Енді барып сол жақтан жұмыс істесін деген не ғой енді ол. Қамтамасыз етіп ол жақтарда барып әрекет жасасын деп жатыр ғой ол жақ. Енді ол жақта жұрттардың айтуы бойынша үйін береді, жағдайын жасайды, бірақ өздерінде условиялар бар деген сияқты. Солтүстікке көшсең бір контрактіге отырсаң үй береді, жұмыс тауып береді дейді. Әйеліңмен бірге барсаң ары-бері садиктер тегін қылады дегендей. Естіген бұл жақтан? Қазір бізде Шымкентте климат бұзылып өте күн ыстық болып кетіп отыр. Оның үстіне жағындай шаруашылық жасайын десең жер тығыз да. Соны көшпекші болған өзім реттеп. Ол енді әзір берілетін көмек ешқандай қиындау. Өйткені бұл бағдарлама өз-өзін ақтамады деп мен үлкен жағы жиындардан неден естідім да. Мүмкін сәл үкіметтен қолдау жағы көптеу болатын болса, ойланып көруге болады. Өзіңіз көшіп бару туралы ойлап көрмедіңіз бе? Жоғайна жоқ, Шымкент жақсы. Не себепті? Енді үйренген жер, жылы, өзіміздің ортамыз. Қызықта маған жер ауыстырып жүрген. Көреміз келешекте. Ойлан. Қиын ғой, ояқты су бар. Айтамаймын. Оңтүстікті қимайсыз ба? Иә, оңтүстік жақсы ғой. Мен ойладым, әрекет жасадым, сұрастырдым. Әлде де қадағалап отырмын да. Жазда отпусқа қалсын, құда қалса барып, жай көріп қайтамын деп отырмын. Қандай ауылдар бар ыңғайлы. Ниет бар ғой, құдай қаласа. Жоқ, пока жұмыс оқу осында менде. Көшкен таныстарыңыз бар ма негізі? Жоқ, ешкім көшпеген. Ешкім жоқ одан. Жалпы естіген бар, бірақ жақсы болып кетті деп, жағдайлар дұрыс болып кетті деп естіген бар бір кісілерден, таныстардан. Жоқ. Адамдар солтүстікке оңтүстіктен не үшін көшіп барады деп ойлайсыз? Үй болса керек. Енді в основном тегін үй, жұмыс, солға қызығатындар. Әр адам ойы әртүрлі ғой, ол жағын білген. Енді сол жақсы тұрмыс, жақсы күнкөріс үшін деп ойлаймын, басқа не жоқ. Ұлтарақта жерімізді бабаларымыз қорғаған. Мынау күн көрінген ертең қоныстанып қою мүмкін да. Сондықтан мүмкін болатығын болса, шамал демеп жерсе, біраз адам баратын сияқты менің ойымша. Кішкене адамдарды араластырып, менталитет ауыстырып дегенде ғой. Оны қолдаймын. Жалпы солтүстік туралы не білесіз? Бәрін естім, бәрін көріп жатырмын, телевизордан жібермейміз, жақсы бәрі. Біреу мұнай дейді, біреу бұлай дейді, кім біледі, барып көру керек та. Тек суығын айтқанда соғы, суығына шыдау. Бізге үйреніп кетсек керек, балалар үйрене алмайды ғой суықта, қиналады. Әке-шешеміз қиналады, барамайды ол жаққа. Білмедім, солтүстікте білмеймін, су басады қашан қарасаң. Халық айтса да қалып айтпайды ғой андай. Ой жақ орыстанып кеткен дейді ғой. Және де суық дейді ауа райы. Енді солтүстік халқы біздің оңтүстіктегідей мейірбан, ішіне кіріп жағында бауыра ішіп алыңға кіріп мейірбандылық жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені шамалы қанша дегенде орыстың саясатында бағынышты болған жер ғой деймін да. Табиғат таза, шаруашылыққа ыңғайлы, әрі бұяқта күнкөріс қиындап барады ғой тығыздап. Суық екен білем болды. Жақсы, онда бәрі өз-өзімен өмір сүріп жүрген тыныш халық қой негізі солтүстік.